Сәлем достар, бұл Python тілін мини-проекттер жазу арқылы үйрену рубрикасы. Бүгінгі видеода біз Python тілінде мини-калькулятор жасайтын боламыз. Сол калькуляторды жасау барысында Pythonның қарапайым синтаксистерімен танысамыз. Ең бірінші development Python, осы жерге создать папку и калькулятор деп жазамыз. Калькулятор. Ішіне кіреміз. PyCharm жазамын. Сіздер PyCharm комменттерден ашсаңыздар да болады. Python тілін және PyCharm'дың установкасы әлі сіздерде жасалмаған болса, онда менің арнамнан соларды орнататын видеоға сілтемесін қалдырып кетемін. Соны көріп орнатып алыңыздар. Ал егер орнатып қойған болсаңыздар, жалғастыра беріңіздер. Басқа документ деген басқа проекттің виртуалды ортасын көріп тұр. Ол дұрыс емес бізге. Басынан интерпретатор жасаймыз. Add new interpreter, add local, new дейміздағы. Осы ештеңені өзгертпестен қоямыз. Егер менің видеомды толық қайталаған болсаңыздар, сіздердің компьютерлеріңізде Python 3.11.9 деген версия орнатылады, және PyCharm комьюнити дұрыс орнатылып тұрған болу керек. Тура осылай жасасаңыз, мына жерде өзі дұрыс шығып тұрады. Окей дейміз. Вот, бізде виртуалды орта создать етілді. Ішінде бізге керекті бастапқы библиотекалар бар, стандартты. Енді бұл жерге біз бірден main дейміз. Main деген файл ашамыз. Қазірше PyCharmның интерфейсін танысу өтейік. Мына жерде бургер менюді барлық менюлар шығып, бұлайдан басып басаңыздар. Құрсор кетіп болса, қайтадан мұнда проекттің аты, либо басқа ашу керек проекттер тұрады. Open деп басқа проекттер шығып болады. Version control қазірше бізге қызық емес. Бұл GitLab деген сияқты версиямен контроль жасайтын проекттер қосудың тез жолы. Мына жерде run деген кнопка, debug деген кнопка тексеру үшін. Үш нүктеміз тағы да осылардың толықтай менюі. Сосын current файл деген қазір қай файл ранда тұр, сол файлдың настройкасы. Мынау енді пользовательді қосу, өзіңіздің астында кіру керек болса, поиск, настройки, ішінде тағы біраз настройкалар бар. Мына жерде обычный Windows-тың заттары. Мына жақта тағы да панель уведомления, и мынау AI, искусственный интеллект көмектесетін болса. А мына жерде баздан қосатын болса, қазірше керек емес, басқа арбелер қызық емес. Табынан тоже ИИ-дің бір түрі, өзім плагин ретінде қосқан. Астында виртуал ортаны қосатын, құлып, осы мені позицияны сақтап қалу үшін. Space деген бізде пробелдардыңқы, бір тапты басқан кезде 4 пробел, немесе 8 пробел сол настройкалардың бәрін осы бір жерден реттейміз. Мұны кодировканы дұрыстау үшін, қазірше кодировканы екенін айтпай қойын, ол кейінгі бөлек тема. Сол кодировканы дұрыстайтын настройка осы жерде тұрады. Стандартты UTF-8 тұра берсін. CRLF деген біздің үш түрлі Windows, Linux-та байланысты, либо Mac-OS-қа байланысты біздің Newline басамыз ентер. Осы үш түрлі символдар болып табылады. Олардың настройкасын тереңірек өте жатырмыз. Қазірше түсініңіздер, Windows-та, Linux-та және Mac-та Enter-ді басқан кезде новая линияға көшу үш түрлі болып жазылады. Windows-та ол 2 символ болса, Linux пен Mac-OS-та 1 символ. Соның настройкасы. Енді мынау жерде AI ассистент бізде қосып тұрған жоқ, мына біреудің заты ғой, тоже осы жерге кетіп тұрған. Табнаймен қойған, табнаймен расчетный өстір. Бірге бір дегеніміз, линияның несі, бізде бірінші линияда, бірінші жолда әріпте тұрмыз. Бүйтсек, бірінші жол, екінші әріптеп тұрмын астында. Қарасаңыздар, соны білдіреді. Және мына жаққа келсек енді, мынау жерде проекттің бүкіл иерархиясы папкалар жазады. Оны былай жауып қайтадан ашып қойсақ болады. Мына бізде корневой папка деп аталады калькулятор, проекттің басы тұрған. Осы жерде VNF орналасады. VNF мына жерде просто көрініп тұр. Айтпаса, ол VNF-тің өз настройкалары компьютердің өзінің бір арнайы жолында жатыр. Мына жерде біздің жазып қойған скрипттердің бәрі жазылады. Мынау экстернал сыртқы библиотекалардың тізімі бізде 3.11 екенін көріп тұр. Және сыртқы Python 11-дің бүкіл библиотекалары осы жерде көрінеді. Бұл біздің проектке қатысы бар, бірақ жаңа модульге қатысты біздің под капотын қолданатын осы библиотекалар. Одан кейін Scratch жазайын, консолс, тағы да басқа қосалқы инструменттер, бұлар бізге керек емес. Мұнда Python консоль, бірден Python консольді жазсақ болады. Мына жерде Python тілінде print, hello түсек, бірден консоль істей береді осыны. Hello-ды шығарып тұру Python консолі. Қазірше керек емес, тоқтамай қойып. Одан кейін
Python'ның пакеттарын осы жерден ұсынып көрсетсек болады. Интернеттен іздеп орнатсақ болады, немесе мына жерден бүкіл Pythonға қызықты, мысалы алдында көрген python.env деген библиотеканы іздесек те осы жерден шыға келеді. .env python.env тұр, install деп осы жерден бірден орнатсақ болады. Бұл енді библиотекалардың магазині. Сервисіз бұл жерде әсіресе қызық емес, бүкіл сервистер шығады. И терминал. Бұл жермен біз жұмыс жасаймыз. Қазір біз venv орнатып болған соң, алдында venv деген префикс жатыр. Біздің отырған путіміз Python калькулятор. И ол виртуалды environment ішінде ашылып тұр. Бұл жерден де Python main деп шақырамыз қазір. Қазірше біздің файлда ештеңе жазылмағандықтан, онда ештеңе шықпады. Орындалатын ештеңе жоқ. Мынау problems деген бізде бүкіл проекттің ішінде, файлдың ішінде, сервер жақта, немесе уязвимый жақтардың несі проблемалардың тізімі шығып тұрады. Қазірше ешқандай проект 0 болған соң, ішінде ешқандай проблема жоқ. Оны версия контроль. Біз GitHubқа қосқан болсақ, осы жерде GitHubпен ыңғайлы настройка тұратын жері болады. GitHubтың веткаларының саны, сондай нәрселердің бәрі GitHubқа аттестаты бар, осы жерден шығып тұрады. Енді GitHubқа қосқан кезде мұнда астынан тағы бір қосалқы коммит жасайтын терезе ашылады. Ол қазірше біздің тема емес. Қазір бізге қызығы тек осы ғана. Бұл бізде жалпы әшейін ортақ түсінік болып шықты. JetBrains-тің PyCharm IDE-сінің интерфейсі бойынша. Ары қарай кодқа кеттік. Енді біз не істейміз? Оның бәрі Pythonға қатысты емес, ол JetBrains-ның PyCharm-на қатысты заттарды айтылды. Енді біз Pythonға қатысты заттарды айтсақ. Ең бірінші біз не істейміз? Калькулятор жазу үшін бізге айнымалы керек. Мысалы, A деген айнымалы. Python тілінде айнымалы деген зат бар. Бізде интерпретаторлар дұрыс емес дейді, тағы да настройка жасап көрейік. Не үшін кетіп тұр екені? Бұлай қоямыз. Interpreter settings invalid дейді. Invalid деп тұр. Егер invalid деп болған болса, аламыз да өшіре саламыз. Немесе мынаны Python интерпретаторлар өшіре жатыр. Өшіреміз. Окей. Мынау жерден bend өшіреміз. Удалить. Бізде виртуал отырған дұрыс көрмейді. Енді add new interpreter local. Окей. Енді қазір дұрыс болуы мүмкін. Міне енді дұрыс емес әлі. Configure interpreter settings. Калькулятордан бізде шықты ма мұнда калькулятор? Бізде калькулятор дұрыс болмайды қайтадан. Ал. Нефтен тоже трупы. Қазір кетейік. Жаңадан бері JetBrains PyCharm интерфейсімен таныстық. Қарапайым түрде барлығы не істейтінін. Енді қазірше біз Python тіліне көшеміз. Мұнда проекттер нәуірежет тауып қойсам. Проект аштық, main файл бар бізде. Осы жерге бірден біз айнымалы деген зат бар. Ең қарапайым нәрсе, ол әр тілде үйренер кезде Pythonға қатысты емес, ол барлық тілде болсын, айнымалы деген нәрсе болады. Бізде Python тілінде айнымалы былай жарияланады. Айнымалының аты A. Тек қана ағылшынша әріптерді қолданамыз, және мынандай нижний пробелді қолдана аламыз. Басқа әріптерден бастауға болмайды. Саннан бастай алмаймыз айнымалының атын. A тең 1 десек, A деген санымыз 1-ге тең. Және осы нәрсені print арқылы жаңағы алдында көріп қойғанымыздай Python терминалда A десек, осы айнымалының атын шығарады. A тең 1 деп тұрса, және осыны жылдам жүргізу үшін Ctrl-Shift F10 десеңіздер, run деген кнопканы басады. Мінекей, 1 деп экранға шығарып тұрмыз. A деген переменнің атын шығардық. Енді осы жерге былай жасап болады. Мысалы, A өтір A. Былай істесек, мұны қарапайым строка бізде string деп айтамыз. A дегеніміз бізде переменнің аты айнымалы. Енді осыны шығаратын болсақ, A1. Мінекей, бұл жерде қарапайым переменнен жарияланады. Яғни орда тек сан ғана емес, ондай строкаларда болады. Мысалы, саят. Бұлай. Артта S дегенде бізде EI-лар ұсынып отыр. PyCharmның өзінде коммент емес, PyCharmның өз нұсқасын бассаңыздар, осылай артында EI ұсынып тұрады. Тапты бассаң, қосып жібере салады. Сондай көмек келеді көп. A саят. Бұл жерде біз үш строканы істеп тұрмыз. Енді
қарапайым переменалар осылай жасалады. Және Python ішінде бір жақсы жағы, жаман жағы осы бір нәрсе. Переменалардың бізде типқа қатаң емес. Ол дегеніміз не? Біз аға қазір строка беріп қойдық. Print а дейміз, ол бізде строка істей береді. Кейіннен а тең 1 десек, уже строкадан intқа ауыстырып жібердік. Строкадан int сан түріне ауыстырып жібердік. Print а, онда да істей береді. Қараңыздар, ештеңеден сын қалмайды. Print а дегенді саят шығарады, ал уже өзгеріп кеткеннен кейін print а 1-ді шығарады. Міне саят 1. Бұл Pythonның жақсы жағы да и жаман жағы да осы. Кейін көріп тоқтала жатармыз жеке-жеке. Осыны есте сақтаңыздар. Енді осындай нәрсе болмау үшін бүйтіп істесек те болады. Енді типті анық көрсетсек болады, былай str деп. Сонда бізде а дегеніміз строка екенін көріп тұрмыз, str деген тип, және оған саят деп меншіктеп қойдық. Одан кейін былай жасап, бұл интерпретатор, мынау JetBrains-тің PyCharm компиляторы немесе интерпретаторы деп айтамыз. Осы алдын ала бізде бірге теңеп тұрғанымызды қателік сияқты ескертіп тұр бізге. Мынау аның типі str еді ғой, сен неге int беріп жатсың деген сияқты. Күтілген тип str еді, int беріліп қойды деп ұрысып тұр. Бұл әшейін ескерту ғана, бұлай тұрса да программа жасай береді, қате шығармай. Ол тек өзіміз разработка кезінде осындай қателік болып қалған жерлерді дұрыстау үшін. Бұлай бір переменаның ішіне stringті, одан кейін intті жазу ұсынылмайды. Бұлай жазған дұрыс емес. Сосын тағы да переменалардың атымен керек нәрсе, мысалы, адамның атын жазғымыз келсе, оның атын просто а деп қойғаннан гөрі толық жасайық, name деп. Және оның типі строка. str өстіп типін беріп қоямыз, тең саят. Мінекей. Сосын age жасы бізде int болу керек міндетті түрде. Осыны жіберді, осылай жасап, міне дұрыс болады. Осы жақсы нәрсе. Аты дейміз, оның типі str екенін көреміз, және ат саятқа тең. Age дейміз, оның типі int екенін білеміз, және ол осыға тең екенін білеміз. Сонда кейін age-ді алып, оның ішіне строка берсек, уже ұқсат бізге. Дұрыс емес нәрсе де, синтаксис. Сондықтан бұл өте пайдалы нәрсе. Естіп, типін анық жазып отырыңыздар. Бізде типтардың түрлері өте көп. Мінекей қарап отырсаңыздар, қазір айтамын. Is student. Бұл деген тип бар тағы, boolean. Boolean деген типте екі ғана мән болады. Біреусі true, біреусі false. True деген ол иә, шындық, ал false дегеніміз жалған, жоқ деген сөзді білдіреді. Бұл жерде екі ғана мән болады, ал int деген мәннің ішінде сандар, бүтін сан, теріс сан барлық жата береді ішінде. Сосын тағы float деген бар. Height. Адамның бойы дейміз де. Ол же float. Float дегеніміз ол бізде нақты сандар дейміз ғой, математикалық тілде. 0.2 деген сияқты осы мынандай нүктеден кейін нақтысы айтылатын ол нақты сандар. Оның бүтін бөлігі болады, оның бөлшек бөлігі болады. Осындай сандарды float дейміз. Одан кейін тағы да бізде қандай типтер бар? Float, int, str бұл примитивный типтер дейміз, қарапайым типтер. Одан кейін сәл күрделірек тип, ол бізде массив жүреді. Массив дегенде Python'да нақты массив жоқ, оның орнында листтер жүреді. Список дейміз, немесе тізім. Мысалы, names болсын. Аттар көп сөз ба? Бұлай типі массив екенін білдіреміз. И массивтің ішінде әрбір тип str екенін білдіреміз. Осы жазсақ, и ішіне бүт жазғанымыз. Мысалы, саят, дастан, Санжар деген сияқты. Бәрді екі рет өтті алып Санжар дастаннан кейін жалғымай кеткен екен. Жерді жазу керек. Мінекей осындай идеяның пайдасы осындай қателіктер болып тұрса, астын сызып қате кеткен жерді көрсетіп тұрады. Енді бұл жерде не болды? Names'тегі массив жарылады, оның типтары str және әр элемент string екенін білеміз. Енді саят, дастан, санжар деп 3 стрингті қойдық. Осымен дұрыс болып тұр. Енді бұл бізде массив. Бұған да жеке тоқталмай қойып, қазірше осы білген біліміз бізге жетеді. Енді кейінде басқа да типтермен танысып алдағы проекттерде. Қазірше осы типтер бізге жетіп жатыр. Енді біз не істейміз? Бізге қазір калькулятор істеу керек. Ол үшін бізге екі айнымалы керек, екі айнымалы. Және олардың ортасында таңба болу керек. Сосын сол таңбаға байланысты қандай да бір математикалық операция орындаймыз. Мысалы, бізде 1 қосу 2 тең 3 екенін білеміз ғой. Осы жерде міне
мынаны операнд 1, мынаны операнд 2 дейміз, мынаны таңба дейміз. Мынау тең енді мәнін шығару белгісі, мынау операцияның мәні. Осы заттар жаттап алайық. Енді комментарий жасап болады, мысалы, мына былай Python тілінде комментарий тормен басталады. 1 ол егер біз 1 плюс 2 тең 3, бұндай комментарий болған жердегі нәрсенің бәрі компьютермен ескерілмей кетеді. Мына жерде тұрған нәрсені ескермей келесі жолға өтіп қойса, бұны орындамайды. Бұл просто өзімізге түсінікті болу үшін жазылатын нәрсе. Қаншалықты комментарий қалдырсақ та өзіміз білеміз, бұлар ескерілмей қала салады компьютер үшін. 1 қосу 2 тең 3 деген жерде бізде былай болады. Комментарийінше осындай бір линиялық комментарий тормен жазылса, бірнеше линиялық комментарий былай жазылатын болады. Қараңыздар. Тор сызықша ойбай. Былай. Ойбай. Мынандай бірнеше линиялық комментарийлер Python тілінде осылай жазылады. Мысалы 1 плюс 2 тең 3, бұл жерде бір бізде операнд 1, 2 бізде операнд 2, плюс ол бізде sign, одан кейін 3 бізде result. Мінекей, қайшы жестерге түсіндіріп кеттім, комментарийдің түрлері. Өзі проекттің ортасында кез келген жерге комментарийлер қалдырсаңыз болады. Мынау бір жолды комментарийлер. Бұны былай а тең 5 деп қойғаннан кейін, мынау кәдімгі Pythonда орындалатын код қой. Осының қасына былай комментарий қалдырсаңыздар болады. А variable деп. Сонда мына жерге дейін Python осыны оқиды да, а мына жақтың бәрін оқымай қоя салады. Бұл әшейін өзімізге түсінікті болу үшін оқылатын нәрсе пользовательдерге. Енді біз бүйтеміз. Мынадай комментарийлермен түсіндік, қандай болатын разницаларын енді тұра берсін. Астына қоя жазамыз. Бізге а тең енді а мен б жарайды а деп айта берейік. Қазірше математикалық операция кезінде переменалар бірақ қойсақ түсінікті бола береді. Сосын айта береміз. Әйтпесе басқа жағдайларда переменнің атын қысқартпай толық қандай затта қолданып тұрмыз, сол заттың атымен атаған дұрыс болады. А тең 1 дейік, б тең 2 дейік. Сосын бар результат тең а плюс б. Программалық түрінде осындай негізі операцияларды бірден орындай берсек болады. А деген перемене, б деген перемене екеусі бар. Екеусінің арасында қосуды жүргіземіз. Сонда результатты экранға шығарамыз. Print результат. Бұл жерде бізде 1-ден 3 екені белгілі. Қазір қарап көрейік. Мінекей 3 экранға 3 шығып тұр. Мынаны басып та болады. 3 екенін көрсетіп тұр. Дұрыс. Ал бұл бізде бірден IDE-нің өзі беріп қалған мүмкіндіктер. Ctrl-Shift-F10-ды бассақ, немесе ұрғанды бассақ, экранға шығарып береді. Немесе біз нектен терминалды шақырып істесек те болады. Терминал деймізде Python main сонда 3 дейді. Көріп тұрмыз. Осы терминаларға шақырған дұрысырақ ұсынылады, өйткені біз бентті қолданамыз. Ал мынау IDE-нің өзі мынаның астында нені қолданатын белгісі. Сол глобальный Pythonды қолдану мүмкін, немесе осы бентті қолдану мүмкін. Енді біз ары қарай кеттік. Переменаларды қоса алдық. Енді тура осы азайды да аламыз. Қазір көрсетпейін. Азайтып та болады. Бұл бізде уже -1 шығады. Көріп тұрмыз. Келесі тағы не істейміз біз? Көбейте аламыз. Сосын бөле аламыз. Мінекей 0,5 бәрін көріп тұрмыз. Бәрі жұмыс жасап тұр. Тек бұл бізге қажет емес. Бізге не істеу керек? Адамнан осы переменаларды енгізгенін сұрау керек. Қайтып істейміз? Адамнан сұрамастан бұрын бір нәрсе айтып өтейін. Қазір бізде строка болып қалуы мүмкін. 2 емес. Мысалы, S деген әріп болып қалсын. Сонда мына жерде бүйтсек, бізде қателік тұрады. Қараңыз. Қып-қызыл қателік тұрды. Type S for int and string. Мына жерде бұл бізде строка болып тұр. Оған математикалық операция орындалмайды, сол ұрысып жатыр. Енді қазір тура осы қосуды көрейік. Кейде операциялар қателік тұрады, кейде операциялар қосу салу мүмкін. Мінекей. Мұнда тағы да дұрыс жұмыс жасамайды дейді. Егер екеусін орналастырсақ, строкаға санды қоссақ істей беру керек. Мінекей, былай жасасақ, тағы да қателік шығып тұр. Конкатенацияға жарамайды. Екеусі де стринг болса, онда са деп шыға береді. Егер стрингтер болса, онда бір-біріне қосса, ал біреусі сан, біреусі әріп болып қалса, онда жұмыс жасамай программаны сол болып қалады.
мінекей көріп тұрсыздар, ошибкалықтар отыр қызы. Бұл ошибканы оқи білгенде дұрыс. Мұнда бірінші сілтеме қалдырып кетеді, қай строкада отыр, басса, міне осы жерге бізді курсорда әкеліп қойып, мына жерде қате болып отыр деп. Линия 12-ші и модульдің ішінде біз білген, main деген модульдің ішінде тұр. Результат b плюс a деген жерде бізде дұрыс емес нәрсе тұр. Плюсті сен қате қолданасың дейді. И мұнда ошибканың өзінің аты ең соңында. Tip error. Can only concatenate str to str айтып тұр. Тек str мен str'ді ғана конкатенация жасай аламыз. Конкатенация деген строкам қосуды сөйтіп айтады. Енді мына жерде not int. Сен int беріп қойған үшін not int емес, тек строканы қолдан деген сияқты айтып тұр бізге. Бұл қателіктерді ескереміз қазір. Енді не істейміз? Бізге қазірше адамнан сұрау керек. Адамнан енгізген күту керек осы консольда. Ол үшін Pythonның ішінде мынандай функция бар. A тең input деген бар. Сосын бар print a дейміз. Print a. Бұл не істейді? Input деген адамнан енгізуді сұрайды, одан кейін сол енгізген санды қайта шығарып береді. Онда MoinPy деп басылайды. Мінекей мына жерге бізде күтіп тұр. Мысалы мен 5 деймін. Enter'ді басам, мен енгізген 5 орындалды, арқылы сол 5 шығарды. Input арқылы мен 5-ті алып алдым, көзірілдім. Print a деп сол 5-ті шығардым. Енді тағы бізге не керек? Бұл аны ғана енгізген жеткіліксіз. Inputқа тағы да біз бүйте алсақ болады. Былай a тең деп қоямыз. Бұл жерде бізде не болады? Қазір бірден a тең екенін көрсетеді. Мынаны басып болады, Pythonмен қосайық. Екеуісі де болады. Қалай жасаңыздар да қазір түсіну үшін. Мынау бізде IDE-ның өз терминалын ашады, мынау run деген жерде. Ал біз мына терминалдан Pythonды шақырып, өзіміз команданы шақырсақ та болады. Main дейміз. Мұнда a тең деп тұр, 5 дейміз. Ой, тура жаңағыдай жасап тұр. A тең дегеніміз мына input-тың ішіне беріп строкамыз пользовательден переменный сұрап бізде алдында қойылып тұрады осылай. Байқағандарыңыздар. A тең деді, сөйтіп 5 тең бізде. Беті тура осылай. Ctrl-D арқылы дублировать дейміз. A емес, мына жерге B дейміз. Мұнда B дейміз. A және B-ны экранға шығарып. Бүйтіп. Қайттан MoinPy дейміз. A тең 5, B тең 6. 5 пен 6-ны шығарып тұр. Енді бұл бізге жеткіліксіз. Бізге не істеу керек? Екеуісінің арасында бір операция істеу керек, қандай да бір. Ол үшін дублировать етеміз. Ортасында sign деген жазу керек. Міне жаңа айтқандай sign. Математикалық сандарды, переменлерді айтқан кезде a мен b жарай береді бізге екі санды белгілеу үшін айнымалыларды. Ал ортасында таңбаны білдіру үшін s деп қойсақ түсініксіз болып қалса тағы бір переменна сияқты. Сол үшін sign деп атадым. Толықты таңба. Бұл таңбаны бізге керек болып тұр енгізуге. Сол үшін атын таңба деп айттым. Бұл жерде енді мына жерге sign деп жазамыз. Бүйтсек раменді жасай береді. A тең 5, B тең 6, sign тең плюс. Бұл пока ештеңе істеген жоқ, процесс бітіп қалды. Өйткені біз ешқандай операция жасамадық. Енді мына жерге print емес, біз не істейміз? Sign'ды салыстыруымыз керек біз. Егер sign бізде осы жерде қазір Python тілінде if-ті қолданып өтейік. If sign тең плюс результат тең мынандай болсын. Результат деген переменный жарияланып отыр. Ол не жарияланған жоқ. Pythonның артықшылығы да осында. Мына жерде переменный жарияламай кетсек те, мұнда жарияласақ бола береді. Одан кейін оған доступ болады әр жерден. Және мұндай else if қысқаша elif болады. Қазір if sign плюс болса, результат a мен b-ны қосады. Ал егер else дегеніміз плюс болмай қалса, онда сен плюс емес деген жазу шығарсын экранға. Print sign is not плюс. Мына жерге экранға результат шығарсын. Print. Мынау бірден ұсынып тұр бізге f-строка арқылы. F-строка дегеніміз осындай стрингтарды форматировать ету үшін керек. Ортасына бірден переменлер салып тұр мені. Ұсынып қойып жіберді, мен жазған жоқпын. AI өзі толықтырып жіберді. F деп басында кәдімгі строкадан гөрі артықшылығы осы F қана болады басында. Одан кейін ортасында фигурный скобкалар болады, фигуралы скобка. Әрқайсының ішінде переменлер жүреді осылай. Сонда бұның артықшылығы тек мына жерде переменлер мәнін қойып отырады. Тұрақты түрде бір строканы ғана емес, айнымалы түрде осы переменлерін шығарып отырады. Бұл AI соншалықты ақылды, бәрін дұрыс істеп қойды. A-ны қойды, қасына
ортасына таңбаны қойды, одан кейін бұны қойды, және тең деген таңбаны қойды дағы результатты жасап қойды. Енді осы жүргізіп көрсек, мына жерге терминалға өтеміз. Clear'ды тазалауға болады. Clear командасы арқылы. Бұл Python емес, бұл Windows'тың Clear командасы. Немесе CLS десек те болады. CLS. Болды тазалайды. Енді main жаңа соңғы жазған команданы үстіге басып шақырып алсақ болады. CLS, Clear, Python, MainPy. Enter. A-ны сұрайды бізден. A-ны сұрап жатыр. A-ға біз береміз 5-ті, B-ға береміз 6-ны, таңбаға береміз плюс дегенді. Бізде A мен B-ны сайнды енгіздік. Үшесін көріп тұрсыздар мына жерден. Енді ары қарай сайн плюсқа тең болып еді. Онда результат деп екеуісін қосты A мен B-ны. Үйті алдында интқа ауыстырып алды бірінші. Өйткені біз мұнда енгізген заттың барлығын интерпретатор консольдан алған кезде строка түрінде көреді. Тұрақты түрде. Әдепкі жағдайда строка деп көреді. Оны интқа түрлендіріп алдық. Егер бұл жерде инт болмаған жағдайда қателік тұратын еді. Оны да көреміз қазір. Сөйтті да экранға мынаны шығарды. F строканы. 5 A-ны шығарды. Сосын сайн плюсті шығарды. B-ны шығарды. Тең деп қойды да результат мәні шығарды. Дұрыс болды. Енді қазір тағы да жүргізіп көреміз. Бірақ бұл жерде уже A-ның орнына бір саят деп жазсақ, бұл санға айнала алмайды, сондықтан қателіктер қазір оны көреміз. B-ның орнына 6 дейді. Қосу болсын, тең, міне. Міне көріп тұрғандарыңыздай қателікті былай шығарып тұр. Мынау жерде дейді, 15-ші строкада қате кетті. Мынау int A-ны, A деген саяқ бізде осыны строкадан intқа түрлендіре алмай қалды. Міне өзді көрсетіп тұр, мына жерде стрелкамен, мына жерде қате кетті қойды. Value error invalid literal for int with base 10. Int'ті просто тұрақты нәрсесін қабыл етіп, қасында base деген бүйтіп қоямыз. Екінші параметр бізде база ғой, санау жүйелері болады ғой бізде. Өзіміз тұрақты түрде ондық санау жүйесіне санаймыз. Одан басқа да тағы екілік, 16-лық деген сияқты санау жүйелері бар. Екінші параметр тұрақты түрде ондықты көрсетіп тұр. Жазбасақ та онды түсінеді үсті. Сондықтан ондық санау жүйесінде саят деген сөзді ауыстыра алмай жатыр интқа. Өйткені жерде барлығы строкадан интқа түрлендіру мүмкін емес. Ол бізде сан емес, өйткені ешқайсы сан емес. Ал енді келесі жағдайды көрейік. Ортаға плюс қоймай кетеміз. 4, 5, минус дейміз. Sign is not plus. Бұл мына жерге қарап көрдік. Строка бізде плюс емес. Сондықтан бірден ортасына кірместен else жаққа кетті. Сөйтті экранға sign is not plus деп шығарды. Бұл жерде біз if else-ін үйрендік. Бірден if else қалай жұмыс істейтін. Енді қазір бізге sign is not plus деп шығарған жеткіліксіз. Бізге не істеу керек? Бізге басқа жағдайларды қарастыру керек. Енді else-ден біз қайтадан бүйтіп if деп кетсек болады. Мына жерге if деп жазып. Бірақ бұл бізде өте қате синтаксистің бірі болып табылады. Sign тең болсын минусқа. Бұлай жасапты болады. Бірақ бұл бізде қателік синтаксис жұмыс жасай береді бұл. Бірақ та if-тан кейін else онша тағы да былай nested дейміз ба? Кірістірілген if жазған ондай дұрыс ұсынылмайды негізі. Сондықтан Python ішінде өзінде встроенный мынандай зат бар. Else if-ті бірге жазып жіберуге болады. Elif. Бұл сол else if-тің қысқашасы. Elif. Бұл жерге тағы да шарт жазамыз. Sign тең болсын минусқа. Бұл жерде результат тура жаңағыдай біздің интерпретатор осылай істеп беріп тұр өзі. Одан кейін мына жерге жазамыз. Бізде тағы қосумен азайтмен шегелеп қоймайды ғой. Тағы жазайық. Тура бұл копировать жасайық. Ctrl-D дейміз, белгілеп алған жерден. Тағы да D дейміз. Енді барып соңында барлық шарттардан бәрін қанағаттандырмай кетсе, онда else деп саламыз. Тұрақты жағдайда. Else. Мына жерде print. Invalid. Fine. Десті. И мына жерде бірінші өзгертеміз. Қосуды ескердік, минусты ескердік. Тағы да минус бар, минус емес, бізде жерде көбейту болу керек. Мына жерде бөлу болу керек. Мінекей. Енді осы жүргізіп көрсек.
A тең болып тұр бізде 4-ке, B тең болады 5-ке, таңбасы плюс тең 4 плюс 5 тең 9 шығарып тұр. Енді тағы да жүргіземіз. A тең 4-ке, B тең 5-ке, таңба минус тең минус 1 шығарып тұр. Келесі тағы да жүргіземіз. A тең 4-ке, B тең 5-ке, таңба көбейтуге тең. Мына жерде істемей қалып тұр. Неше істемей қалды? Өйткені біз мына жерде көбейтуді өзгерттік, бірақ оның обработкасы тура минус сияқты минус болып тұр. Көбейту жасап минус жасап тұр. Көргендеріңіздей. Осыны дұрыстаймыз. Мұнда көбейту болады. Мына жерде тура сол сияқты бөлу болады. Енді ары қарай жүргізіп көреміз қайтадан. A тең 4-ке, B тең 5-ке, таңба көбейтуге тең 20 шығарып тұр. Келесі. A тең 4-ке, B тең 5-ке, таңба бөлу тең шығарып тұр. Бізде математикалық операциялар барлығы дұрыс жұмыс жасап тұр. Енді бізге керегі не? Бұл жерде мынандай жағдай болып қалуы мүмкін. Тағы жүргізіп көрейік. 4-ке, 5-ке, 5 емес, 0 деп қояйық. Сосын барып бөлу болсын. Мінекей ошибка. Сайн бөлуге 4-ті 0-ге бөле алмаймыз ғой математикалық тұрғыдан. Сол үшін қателік шығарып тұр интерпретаторымыз. Санды 0-ге бөліп алсын дейді. Division by 0. Стандарт түрі Pythonның өзінің лақтыратын ошибкасының түрі zero division error. Біз бұны былай жасақ болады. Мына жерде санды бөліп жатырмыз сол 0-ден. Осы жерде тексере жасақ болады өзімізде. If B тең мынандайға, егер B 0 болса, өзіміз былай жасаймыз. Cannot divide by 0 және return бола салады сонда. Return. Егер B тең 0-ге болса, онда cannot divide by 0 дейміз. Ал нерде else дейміз. Нешерде жазылу керек? If-тің қатарында жазылу керек. Else. Результаттарды дұрыс жасай береміз. Результатты алға біреу шығарпаймыз. Мінекей. Мына жерде if elif келді, бәрі дұрыс деп тұр. Тек бөлу болған кезде тағы да тексереміз. Егер бұл 0-ге тең болса, 0-ге бөле алмайын дейміз. Ал басқа жағдайда 0-ге бөліп көрсетеміз. Тура осылай жасап көрейік қазір. Мінекей 4 0 бөлу тең cannot divide by 0. Көргендеріңіздей бөлу екен көрді. Одан кейін бұл бізде 0-ге тең болып қалды. Біз 0-ге бөле алмайын деген жазу шығарып тұр. Енді бұлай қарап отырсақ, бізде калькулятор толықтай жұмыс жасап тұр. Енді біз не істейміз? Бұл жерден біз функция дегенді танысатын боламыз. Мынаның барлығы бізде бір ізділікпен, ешқандай функциясыз осы жерде бірден адамнан осы нәрселерді сұрап тұр. Біз не істейміз? Осы заттардан функция шығарамыз. Функция дегеніміз не? Ол бізде былай. Python тілінде функция def деп басталады. Функция екенін білдіреді. Енді calculate деген функцияның атауы calculate. Мынау def кілт сөз, осы арқылы біз функция екенін білдіреміз. Ал calculate деген функцияның атауы. Бұл функцияға жақшамен ашып жағамыз. Бұл жақшаның ішінде функция қабылдайтын аргументтердің тізімі жүреді. Одан кейін мына жерден қайтаратын типін былай көрсетеміз. Сызықша және стрелка арқылы бұл int қайтаратын болады. Және осылай жасақ, мына жерде бізде def деген кілт сөз, calculate функцияның атауы, мына жақшалардың ішінде қабылдайтын параметр тізімі, қайтаратын осы функцияның типі. Енді бар, мына жерде не істейміз? Функцияның қайтаратын типтері тура сол int-тағы кәдімгі айнымалардың типтерімен бірдей болады, бірақ одан артық мұнда тағы да any деген бар. Жоқ, any деген тип ол мықты typing деген библиотекаларды қосу арқылы келеді қазір. From typing input any деген тип бар осы. Бұл кез келген тип деген сөз. Бұл енді typing деген бөлек библиотеканың ішіне келеді. Бұл мені алғызда танысыштарымыз. Қазірше айшына танысу үшін айтып өттім. Керемет кейіннен өтірістарымыз. Қазірше any деген типті қолданып керек емес бізге. Біз int екенін толықтай білеміз. Одан кейін бұл жерде не істейміз? Calculate деген бізде анда айнымалар қабылдау керек. Бірінші операнд 1,
ол бізде int болу керек міндетті түрде. Екінші операнд 2 тағы да int болу керек міндетті түрде. Үшінші sign ол бізде строка болу керек. Міне сөзін жаздық. Мына жерде sign ол бізде сыртта тұрған переменімен бірдей болып қалып, мына біреу соның көлеңкелеп тұр деген сөз ғой, shadows. Ол ештеңе етпейді бізге. Бәрібір интерпретатор оны дұрыс түсініп алады. Енді мына жерге қарап тұрсаңыздар, өздері де тура бүйтіп ұсынып тұр. Таптыра жасасақ, тура солай қойып бере салады. Бірақ қарап тұрсаңыздар, бұл жерде if else деп жаздық. Тура мына жердегі затты қойып беріп тұр. X деп қоя салса болушы еді. Тура солай ештеңе өзгерместен логика істей беретін еді. Бірақ бізде бұл жерде дұрыс емесі, а мен бұлар ауыспай қалды. Өзінің ұсынған заты бізде дұрыс болып тұр. Қараңыздар. Sign плюс болса, операнд 1 мен 2-ні қосамыз. Sign минус болса, операнд 1 мен 2-ні азайтамыз. Көбейту болса, екеуін көбейтеміз. Sign мынандай болса, біз онда жазу қайтарып тұрмыз. И басқа жағдайда, дұрыс жағдайда екеуін бөліп қайтарып тұрмыз. Одан соңында мындай қайтарып тұрмыз. Бұл жерде неғып мына біреу заттарымыз бізде әрі қайтып ескертіп айтып тұр. Ол бізде calculate'тің типі тек қана int қайтарып тұр. А мына бір нәрсе бізде строка функциямыздың қайтаратын типі строка болып кеткен соң, ол түсінбей жатыр. Сондықтан ұсынып тұр. Make calculate return мынандай деп. Calculate деген функциямыз int строка float қайтарсын деп сондай жазып қой дейді. Басамыз. Сонда бұл функциямыз уже бір ғана зат емес, үш түрлі затты қайтарады. Кейде int, кейде строка, кейде float. Сонымен бізде бұл дұрыс жұмыс жасайды. Әрде барлық ескертулер жоқ болып кетті. Бәрі дұрыс жұмыс жасайды. Енді бұны бір қалай тексереміз біз? Бұл функция просто өзімен өзін жарылап қойдық. Ол ештеңе шешпейді. Бұл функцияны біз шақыруымыз керек. Ол үшін біз не істейміз? Мынаны алайық мына жерге. Функциямыз тұра берсін. Астында мына жерге бүйтеміз енді. Жаңғылар қоямыз. A-ны, B-ны, sign-ды енгізетін боламыз. Одан кейін функцияны шақырамыз. Результат тең болады. Осы функция calculate-ге 3 параметр жібереміз. Бізде позиционный аргументтер ғой, барлық параметрлар. Бірінші операнд 1-ді жібереміз, одан кейін 2-ні жібереміз, одан кейін таңбаны жібереміз. Мінекей. Бірінші A-ны жібереміз, одан кейін B-ны жібереміз, сосын таңбаны жібереміз. Сонда результатты бірақ A мен B бізде строка, жаңа айтқанымдай, бұларды int-қа ауыстыру керек. Сол үшін былай жасаймыз. Int. A-ны int-қа түрлендірдік, B-ны да int-қа түрлендіреміз. Ой, int деп жазып кеттім. Int. Енді результатты аламыз. Print результат тең результат. Үстіп жазамыз. Экранға результат шығарайық. A тең 4, B тең 5, таңба плюс. Результат 9. Дұрыс. Біз қалағандай жасап тұр жұмысты міне. Біз қалаған заты жұмыс жасап тұр. 4 пен 5 қосып 9 деді. И 4, 5 көбейту десек 20. Тура көбейтуде жұмыс жасап тұр. И бөлу тексеріп көрсек 4, 0, бөлу. 0-ге бөле алмаймын. Cannot divide by 0. Тура солай енді дұрыс бөліп көрейік. 4, 2, sign, бөлу. 2-ден 0-ін шығарып тұр экранға. Бәрі дұрыс. Енді біз қайта программа жүргізіп енгізіп жатырмыз. Осы нәрсені шешу үшін біз қалай жасаймыз? Бұл нәрсені шешу үшін біз цикл қолданамыз. Циклдың да түрлері өте көп. While, for деген сияқты циклдар бар. Do while деген басқа тілдерде бар. Python тілінде do while жоқ. Енді while мен for циклының түрлері болғандықтан while мен for циклдары жайлы кейінде толық айта жатамыз. Қазірше бізге керегі while. While дегеніміз ол қалай жұмыс жасайды? Ол бізде if-қа ұқсайды сәл. Қараңыздар. Біз бүйтіп жазамыз. Астына мына бір нәрсенің барлығын осы күйінде қалдырамыз да, бірақ төбесінен while дейміз. Пока while true деген ол. True деген шартымыз бізден жерде қанағаттандырылып тұр. Осы true деген шарт қанағаттандырылған кезде цикл жұмысын тоқтатпайды, жасай береді. Осы жерде жазылған нәрсенің бәрін қайталай береді. Ол нені қайталайды? Мынаны қайталайды. Біз жазғанымызда. While деген кілт сөзден бастаймыз. Қасында шартты қоямыз. Шартымыз бізде true қазірше. Ол әрдайым true болып тұрады. Сондықтан әрдайым қайталай береді. Бұл жерге біз басқа шартты қосып та болады.
мысалы қандай шарт төбеге logic тең 0 бола салады дағы, мына жерге logic тең болып тұрған кезде 0-ге міне мынандай шартты жасақтау болады. Қараңыздар, logic тең 0-ге десек, мынау қазірше логика 0-ге тең болып тұрған кезде мына циклымыз жұмыс жасай береді тоқтамастан. Қайта мына жерді қайталай береді. Ал logic қандай да бір жағдаймен 1 болып тұрған кезде мынау цикл жұмыс жасамай қалады. Енді бұны жүргізіп көрейік. Main pay A тең 4, B тең 5, sin плюс тең результат. Міне результат деңізгеннен кейін программа тоқтап қойған жоқ, қайтадан A-ны сұрап тұр. 3, 9, таңбамыз минус тең. Результат минус 6-ға тең. Міне осылай тұр. A тең 3, 9, таңба көбейту тең 27. Тоқтамайды. Бұны қалай тоқтатамыз? Пока біз Ctrl-C деп баспайынша тоқтамайды. Ctrl-C дейміз. Сонда мына жерде көріп тұрғандарыңыздай Keyboard Interrupt деп тоқтатып тұрмыз. Осындай қателікпен тоқтатамыз. Бұл ештеңе етпейді. Біз программаны тоқталу жұмыс жасау барысында ортасында үзіп жібергенде осылай ошибка шығарып тұр. Бұл бізге кедергі емес. Сонымен біз while циклмен таныстық. While циклы logic 0 болып тұрған кезде жұмыс жасайды. Егер мына 1 деп қойсақ, енді жұмыс жүргізсек, жүргізбейді. Бірден программа тоқтап қалды. Бізден сұрап тұрған жоқ, программа істен шықты. Өйткені логика бізде 1-ге тең. Сол үшін жұмыс жасамаймыз. Енді бүйтейік. Логика бізге керек емес бұл. Сондықтан бұндай әр кезде түрі болып тұратын нәрсе үшін просто түрі деп қойсақ, бесконечно жұмыс жасай береді. Осылай жұмыс жасасақ болады. Калькуляторымыз толықтай дайын. 7, плюс емес 7 тең 6, одан плюс 13 жұмыс жасап тұр. Тағы да осылай 7, 6, минус тең міне 1. Ары қарай сұрап тұр. Тоқтамайды. Біз Ctrl-C десек қана тоқтайды. Енді бұл жерде бізде while циклмен таныстық. Енді соңғы бір кезегі ол Pythonдағы ұсынылған нәрсе. Қазір біз импорт сондай жайлы айтып өтпейміз, бірақ қазір айтатын нәрсе main нәрсе. Бізде Python тілінде main деген мынандай кіру нүктесі бар, басамыз. Осы жерге барып, мына while циклын ішіне салып қоямыз. Мінекей. Бір өзгеріс осы mainді ғана қостық. Бұл дегеніміз не? Main дегеніміз осы қазіргі исполнение файлдың қандай жер екенін білдіретін переменный. Бұл системный переменный болып табылады. Бұл біздің қоятын переменный емес. Осы name'ді тексеріп көреміз. Оның аты mainға тең болып тұрса, онда бұл дегеніміз біз программаны осы main пайдан бастап жатырмыз деген сөз. Қазіргі біздің осы текущий файлымыз бар ғой, осы программаны бастап тұрған файл. Сонда мына жер main болып табылып тұр. Кейінде бұл жайлы тағы толықтай айта жатырмыз. Қалайша түсінеміз болса, бұл не бізде қазір осы файлдың ішінде жүргізсек, бірінші программа осы жерден ғана бастап жүргізіледі. Жоғарыдан төмен қарай жазған нәрселерде қарастырылады, бірақ бізде мынау жер тек осы файл бірінші шақырылған кезде ғана жүргізіледі. Жүргізіп көреміз. Барлығы сынған жоқ, өз қалпында тура жаңағыдай жұмыс жасайтын болады. 3, 9, көбейту тең 27. 5, 6, көбейту тең 30. 8, бөлу, 8, 3, таңбамыз бөлу тең 2-де 6, 6, 5. Бәрін істеп тұр. Бұл Ctrl-C деп шыға саламыз. Осылайша біз бүгін біраз нәрсемен таныстық. Ол жерде бізде Python қарапайым переменналары и кейбір примитивті типтардың түрлері массив типімен таныстық. Одан бөлек функциямен қалай жұмыс жасау керегін қарадық. Және де main дегенді әзірге тоқталып өттік, бірақ оны толық қалай жұмыс жасайтынын айтпадық. Одан кейін while циклімен таныстық. While циклінде оның шартын қалай беруге болатынын көрсеттік. Және while циклінің өзінің жұмысын айттық. Сосын тағы да маңызды нәрселердің бірі консольдан адамнан сан енгізуін сұрайтын input функциясымен таныстық. Input функциясымен біз адамнан переменналарды сұрадық енгізуін. Одан кейін сол адамның енгізген затын переменналарға меншіктедік және оларды санға айналдырдық. Type casting дейміз. Бір типтен екінші типке ауыстырдық және оларды функцияға аргумент ретінде жібердік. Сосын функциялар үшін біз не үйрендік? Функцияның кілт сөзі defті үйрендік. Оның атауы қалай болатынын, сосын аргументтердің
параметрлардың тізімін үйрендік. Параметрлар қалай болатынын, одан кейін функцияның қайтару типі болатынын көрдік. Тағы да функцияның денесі қалай жазылатынын түсіндік. Одан кейін біз mainның ішінде сол функцияны қалай шақыру керектігін түсіндік. Функцияны шақырамыз, ол күтіп тұрған параметрлардың орнына біз мынадай аргументтерді жібереміз. Бұл жерде біраз терминге тоқтайтын болсақ, енді мына жерде функцияны жарылап кеткен кездегі мұндағы жақшаңышта тұрғандар бұл параметрлердің тізімі. Бірінші параметр, екінші параметр, үшінші параметр, әрқайсысының жеке типтері болады. Ал мұнда сол функцияны шақырып жатырмыз мына жерде. Анықталып қойған функцияны. Оған беріп жатқанымыз уже мына жерде аргумент болып табылады. Бірінші аргумент, екінші аргумент, үшінші аргумент. Әр аргумент өз кезегінде әр параметрді орнына түсе салады. Осы параметрларды әртүрлі обработка жасау арқылы өзімізге қажетті логикаға жетеміз. Сонымен бұл видеода біз шағын калькулятор жасадық және Pythonның базалық заттарымен таныс болдық. Видео ұнаған болса лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар және каналға тіркеліп қоңыраушаны басып кетіңіздер. Солайша сіздер алдағы шығатын видеоларды бірінші болып көре аласыздар. Сіздермен болған Райқұл Саят, бұл ақылды код каналы.